Салем, қымбаттыларым, мен бүгін сіздермен бірге шүпереке пісіретін боламын. Менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше кеттік, қамыр илеп алайық бірінші. Ол үшін су және тұз ғана қажет. Ұнға қосып, жұмсақ етіп қамыр дайындап аламыз. Судың жылылығы сәл ыстықтау болса жақсы. Қамырымыз жауып қойып, ол дайын болғанша блендерге пиязды өткізіп аламыз ұсақтап. Оны дайын паршыққа қосып араластырамыз. Тұз, бұрыш әдеттегідей қосып алсаңыз болады, қалауыңызға қарай. Картопты болмаса сәбізді блендерден өткізсеңіз де болады. Қамырымыз дайын болған екен, мен оны жақсылап иімін қандырдым да, видеода көрсетілгендей ұсақ етіп бөліп алдым. Жұқалап, тым жұқа емес, бірақ жұқалап, жаймалап, етімізді салып, ішіне салған етіміз тым қалың емес, жұқалау болу керек. Кейін майымыз әдеттегідей қыздырып аламыз. Бір-бірден салып, қаласаңыз екіден салып, екі жағын қызарғанша пісіріп дайындаймыз. Мінекей мен шүберекем дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болды. Менің каналыма тіркеліп, каналымдағы басқа видеоларды көре кетуді ұмытпаңыз. Рахмет, сау болыңыздар.